Армысыз YouTube көрермен, сіздермен әдеттегінше денсаулық байлық арнасы. Қазақша контентті қолдап, оны дамытып жатқандарыңыз үшін өздеріңізге алғыс айтудан шаршамаймыз. Бүгін сіздердің назарларыңызға көп адамның білетін, бәріне танымал Сарыағаш суы жайында айтпақшымыз. Біраз материалдарды дайындап қойдық. Алдымен Сарыағаштың тарихына тоқталып өтейік. Алғашқыда 1946 жылы мұнай іздеушілер кездейсоқ ашқан минералды ыстық су 3-4 жылдай айдалаға атқылап ағып жатыпты. Жергілікті халық осы суға түсіп, жабайы жолмен емделіп сауыққан екен. Кейіннен 49 жылы Ташкент ғалымдары суды зерттеуге кіріседі. Судың емдік қасиетін білген соң, 1951 жылдың көктемінің аяғында аудандық денсаулық сақтау бөлімінің бастамасымен ұзындығы 25, ені 10 метр хауыз бассейн салынған. Сол жылы жаз айында минералды су емханасының құрылысы басталып, 52 жылдың қаңтарынан емделушілерін қабылдай бастайды. Сол кездегі республика үкіметінің басшысы Қонаевтың табандылығының арқасында Келес өзенінің сол жағалауынан жаңа қоныстың орны таңдалып, 59 жылы үлкен Сарыағаштың құрылысы басталады. Араға 4 жыл астам уақыт салып, 1963 жылы қазіргі шипажайдың алғашқы 3 корпусы мен емханасы пайдалануға берілген. Созылмалы асқазан ішек ауруынан зардап шегетіндер үшін Сарыағаш минералды суының шипасы мол. Асқазан ішек ауруының асқазан және 12 елішек жарасы, созылмалы өт қалтасы, созылмалы өт жолдары сырқаттары, өт қалтасы мен өт жолдарына тас байланғанда, созылмалы бауыр аурулары, көк бауыр, сусамыр, созылмалы колит, энтероколит, дисбактериоз сияқты бірнеше түрлерін сауықтырады. Осы аталғандардың барлығында минералды су жақсы емдейді. Сарыағашқа ем іздеп келетіндердің арасында бауырдың және өт жолының, созылмалы гепатит, холецистит, өт бөлетін жолдың дисфункциясы ауруларынан зардап шегетіндер жиі кездеседі. Минералды суды осындай науқастарға ішуге кеңес беріледі. Табиғи шипалы су бүйректегі өттегі құмды шаяды. Санаторийдің негізгі емдеу факторы Сарыағаш минералды суы болып табылады. Сарыағаш минералды суының құрамы табиғи, таза, иіссіз, дәмі жұғымды және тұрғылықты химиялық құрамы бар әлсіз минералданған, әлсіз сілтілі, жоғары термалды, гидрокарбонатты натрийлі минералды суға жатады. Сарыағаш курорты территориясында қазіргі таңда 7 ұңғыма скважина бар екен. Сарыағаш ауданы территориясында 48 ұңғымадан ыстық минералды су атқылауда. Сарыағаш минералды су құрамында металл, кремний қышқылы, азотты газ, аз мөлшерде 30 түрлі микроқұрамдар, аралас битуминазды гумустық типтегі органикалық заттар бар. Яғни 1 литрдегі құрғақ қалдығы 1 граммға жетпейді. Табиғи температурасы 48-31 градус, әлсіз сілтіленген, яғни pH деңгейі 8,3. Сарыағаштың 1 литр минералды суының иондарының миллиграммдағы мөлшері төмендегідей. Оның құрамында гидрокарбонаттар, калий, натрий, кальций, хлор, магний, фтор, цинк, барий, йод, бор, молибден, мыс, ванадий, кремний қышқылы, нафтен қышқылы, фосфор қышқылы, органикалық заттар, радон бар. Негізінде Сарыағаш шипажайында емделетін негізгі аурулардың түрлері бұлар: асқазанның созылмалы қабынуларының жоғары және төменгі, қалыпты қышқылдылықты созылмалы гастриттер, асқазан мен ұлтабардың ойық жарасы және ойық жарақ операция жасалғаннан кейін жағдай, бауыр мен өт қабының және өт өзегінің созылмалы қабынулары, яғни гепатит, холангит, дискинезия, өт қабында өзегінде пайда болған құм, тасқа қарсы емдік шаралар және оған операция жасалғаннан кейінгі жағдай, созылмалы панкреатит, ішектің созылмалы қабынулары, бүйректің созылмалы қабынулары, еркек пен әйелдің жыныс мүшелерінің созылмалы қабынулары, яғни простатит, визикулит, аднексит, кальпит, тағы да басқа. Буын омыртқа аурулары, остеохондроз, әртүрлі себеппен артриттер, радикулит және тұз жиналу,
тері аурулары, мысалға желікті дерматит, нейродерматит және сусамыр қант диабетінің жеңіл түрлері. Сарыағаш шипажайы бүгінгі таңда біздің елімізде бірегей бір өзенде орасан минералды суы, физио емдері, жайлы ауасы және емдік балшығы бар көп салалы шипажайға айналған. Сарыағаш суын таза табиғи күйінде ішу әртүрлі 16 түрлі емге қолданылады. Минералды суды таңертең, түскі және кешкі астың алдында ішіледі. Су ішу мен тамақтану арасындағы уақыт асқазан сөлінің қышқылдығына байланысты болады. Ғалымдардың ұйғарымынша асқазан сөлінің қышқылдығын, ферменттердің бөлінуін арттыру үшін минералды су тамақтың алдында ішілгені дұрыс. Ондай жағдайда ішілген ас қарынның ұлтабарға өтер тұсын жауып, ішекке ауысуы, кідірген себепті асқазан сөлінің барынша молырақ бөлінуіне мүмкіндік тудырады. Бір мезгілде ішетін судың мөлшері 250-300 мг-нан аспағаны қажет. Асқынған асқазан ішек ауруларында, асқазанның ойық жарасында, энтероколиттің ауыр түрлерінде, ішек туберкулезінде, бауыр циррозының аститінде және сарғайған кезде, қанның қаупі барда, ісік ауруларында сарыағаш мүлдем ішілмегені дұрыс. Ендігі кезекте бәріміз ішіп жүрген Алекс минералды суы жайында. Ең көп таралған өнім ретінде Алекс компаниясы өндіретін сарыағаш суы сапалы деуге негіз бар. Оны төмендегі этикеткаға қарап мемлекеттік стандартқа сай дәлелдеуге болады. Мемлекеттік стандартқа сай судың қандай скважинадан алынғанын жазып қойған. Минералды судың шыққан күні мен 12 ай ғана сақтау керектігі көрсетілген. Егер тек емдік минералды су болса, онда сақтау мерзімі 6 ай ғана деп көрсетілуі тиіс. Ал судың минералдығы 1,10 грамды көрсетіп отыр. Бұл дегеніңіз, сіз бұл суды қажетіңізге қарай іше беруіңізге болады. Ал егер судың минералдығы 1,5 мг судан асып кеткен болса, онда оны тек дәрігердің кеңесімен ғана ішкен дұрыс. Минералды суды таңдаған кезде мына кеңестерге назар аударыңыз. Этикеткада судың анықтамасы мен шығарылған күні, сақтау мерзімі міндетті түрде көрсетілу керек. Судың химиялық құрамы мен ондағы элементтердің мөлшерінің көрсетілуі, су алынған скважина номері мен скважина аты, мемлекеттік талаптарға сай ГОСТ, ту номерлері көрсетілуі керек. Өндіруші адресі көрсетілуде тиіс. Этикетканың дұрыс клейленуіне мән берген жөн. Көрсеткен бұл көрсеткіштер судың сыртында жазылған этикеткадан оқып білуге болатын қарапайым стандарт талаптар екенін ескеріңіз. Ал нақты судың құрамындағы минералды нақты мөлшерін тек лабораториялық жағдайда ғана анықтауға болады. Ал оның нақты скважинадан алынғанын тек радиологиялық әдіспен ғана анықтайды. Қандай минералды су болмасын, тексерістен өткенін және дәрігер кеңесімен пайдаланған дұрыс. Артық су мөлшері сіздің бүйрегіңіз бен бауырыңызға тастың тез жиналуына әсер ететінін ұмытпаған жөн. Негізінен суды тым көп аса пайдалану, ол да сіздің денсаулығыңызға зиян екенін ұмытпаңыз. Мамандардың кеңесі бойынша адам ағзасына зиянсыз су скважина, яғни артезиан және бұлақ сулары. Ал егер ондай суды күнделікті қолдануға мүмкіндік болмаса, суды қайнатып ішу керек. Суды қайнатқан кезде құрамындағы минералдар өзіміз білетіндей қақ болып шәугімге байланады. Ең бастысы, не ішсек те сапалы нәрсе ішіп деніміздің сау болғанын қадағалайық.